Bir күні жындылар біз алмамыз деп ағаштың басына шығып кеткен ғой бәрі ше. Сөйтіп қызметкерлердің бәрі таспен атып түсіріп жатыр дейді, бәрі құлап жатыр дейді жерге. Сөйтіп біреу отырып алған түспей. Сен неге түспейсің десе, мен әлі піскен жоқпын деп айтады дейді. Салып қойсай қалтаңа, маған неудобно. Bir күні қыз бен жігіт тапшаның үстінде отқан ғой. Сөйтіп қыз байқамай осыр жіберді, тарт еткізіп. Сөйтіп жаңағы жігіт тапшаның астында ит жатқан ғой. Кет деп айтады дейді. Сөйтіп қыз, саған бәрі иттен көріп отыр екен ғой деп тағы да бір тарт еткізіп осыр жіберді. Сөйтіп жаңағы жігіт, Ақтөс кет дедім ғой, кет деп. Сосын қыз бір кездер көңіл бәрі иттен көріп отыр ғой деп тағы да бір тарт еткізіп жіберді. Сөйтіп жігіт айтады дейді, Ақтөс кет, а то басыңа тіс жібереді деп. Салып қойсай қалтаңа, маған неудобно. Баяғыда бір ауылдың келіні ауылда тұратын қалаға шығайын деп такси күтіп тұрған ғой. Такси күтіп тұрса, сол ауылдың үлкен бір қайнағасы КамАЗбен тоқтапты. КамАЗға отырып алып, КамАЗ жүріп келе жатқан ғой. Қисық жолдарға келген кезде КамАЗ шаталаң еткен ғой. Сөйтіп жаңағы келін ішінде отқан байқамай жел жіберіп қойыпты. Сөйтіп үй алғаннан ана қайнағаға аға арамызда қалсын деп айта береді дейді да. Сөйтіп жаңағы қайнатасы айтады дейді, арамызда қалдырып не істейсің? Терезені шығып кетсін деп. Салып қойсай қалтаңа, маған неудобно. Түн ортасында мамасы баласына ертек айтып берем, тыңда деген ғой. Баяғыда бір қыз болыпты, клубқа бармайтын болыпты, үйден шықпайтын болыпты, инстаграмға кірмейтін болыпты десе, баласы, мама ондай барма не десе, балам ұйықта, ертегі деп айтып жатырмын ғой деп айтады. Десеңе. Bir күні мамасы түрмедегі баласына хат жазып жіберді. Балам ренжімей, енді огородты аударатын ешкім жоқ, саған биыл картошка ештеңе жібере алмадық десе, жаңағы кім жазып жіберді? Баласы мамасына, мама огородты аудармаңыздар, қопармаңыздар, мен о жаққа мылтық, пистолет, пулялар тық тастағам десе, баласына мамасы хат жазып жіберді. Ойбай, балам үйге милициялар келіп, ана огородты қопарып, төңкеріп кетті, бірақ ешқандай мылтық таппады десе, баласы мамасына хат жазып жіберді. Мама, қолдан келген көмегім сол енді деп ше. Не дейді айналайын? Түсіндіңдер ма?